Ibn Sina hakkında 50 fakt. Qane bo'lmasam başladı. Ibn Sina'nın to'liq ati Abu Ali ibn Sina, Abu Ali al-Husayn, Abdullah ibn Sina al-Buxoriy. Dostlar, Ibn Sina 980 yıl tuğulgan. Yani 9. asırda tuğulgan. Ol Buxara vilayatında tuğulgan. Ol Buxaranın Afshona deйтін ауылында туылған. Ibn Sina 1037 жыл қайтыс болған. Яғни 10 асырде. 17 жасынан ақ үлкен сарайға тәуіп болған. Достар, білесіздер ме, Ibn Sina бұл үлкен сарайға тәуіп болып түскен. Ibn Sina'мыздың 450-ден артық кітабы бар. Бірақ өкінішке орай оның 160 дана кітабы бізге жетіп келген. Өкінішке орай оның 160-тан артық кітабы жетіп келген. Ibn Sina жүдә күшлі врач һәм жүдә күшлі тәуіп болған. Ibn Sina'ны Европада Авиценна деп атаған. Естіңіз бе? Европада Авиценна деп атаған. Һәм оны заманластары Алфраганус деп атаған. Заманластары оны Шайх Ур-Райс деп атаған. Шайх Ур-Райс. Оны ол атақларға жеткізу үшін тіп қонулары шығармасы кепіл болған. Ол тіп қонулары шығармасы менен атаққа еріскен. 16 асырдың ақырында Ibn Sina болжауының хақиқат екенлігін дәлелдеген европалық ғалымдар. Ibn Sina 1037 жыл 10 асырдың орталарында қайтыс болған. Ibn Sina саулық өмір кереуі деп атаған гәбі бүкіл дүнияға танылған. Ibn Sina